Менің кербез жеңгем. Менің ертеңді кеш үйде жас жеңгемнің қасында күзет болып отыруым Көпекбайға ұнамаған тәрізді. Бір күні ол маған шөпке барасың, шөмеленің атына мінесің деді. Шөп ору, астық ору секілді ол дағы қарбалас науқан. Шабындық ауыл маңынан алысырақ болады. Шөп орғанда істейтіндер сонда түнеп, сонда тамақтанады. Көпекбай менің көзімді ауылдан жойғалы тұр. Қарсыласар менде шама жоқ. Бригадирге мінгестім де кете бардым. Текестің арғы өңірі, тоғайлы алқап. Шөбі өте қалың. Шөп машина еркіндеп жүре алмайды. Шөпті жігіттер тоғай арасындағы алаң-алаңнан шалғымен шабады. Мая салатын жерге шөмелені арқанға орап, атпен сүйреп жеткізеді. Атқа бала мінеді, ол мен. Мая салушы Жылқыбай менің ескі досым. Орта Қазан. Текестің бергі солтүстік қабағында әрі биік, әрі ашық тақыр жазықта орналасқан. Тоғай арасында маса өте көп. Бұл арада аз. Кәмшат енді үйде, күндіз де, түнде де жалғыз өзі. Түнде мен қоста жатып, жөндеп ұйықтай алмаймын. Үйдегі жас жеңгемді ойлаймын. Көзім ілініп кетсе, жаман түс көрем. Түсімде Көпекбайды көрем. Әне, ол шылымды бұрық-бұрық сорып, жеңгемнің кереуетінің үстінде отыр. Кәмшат қасында. Ол да шылым шегіп отыр. Екеуі сықылықтап күлем-ау. Бірін-бірі құшақтап, бірінің аузына, бірі түтін үрлеп ойнаймау. Мен төр алдында өтірік ұйықтаған болып жатыр екенмін деймін. Мен енді шыдамаймын. Айғай салып, тұра ұмтылғанда, өз даусымнан өзім оян кете жаздаймын. Сөйтсем, қос басында жатыр екенмін ғой деймін. Қасындағы адамдар қоса оянады. Жылқыбай маған зекіп ұрса бастайды. Не көріндей? Бірдеңе басып жатыр ма? Осы неменің дені сау емес қой деймін. Менің шошып оянуымды әркім әр саққа жориды. Шешесі түсіне кірген шығар дейді біреулер. Етпетінен жатып бастырып қалған ғой дейді екіншілері. Кейде шошынып оянған соң қос басындағыларды дүрліктіріп түгел оятам. Талайға дейін жұбанбай әлек қыламын. Не болды? Не түс көрдің? Айтсайшы. Мен ештеңе айтпаймын. Үйге барам деймін. Түсіме шешем кіретіні ол да рас. Өсти мен шынында да ауру бола бастадым. Бірдеңеге қатты ренжісем, ашулансам, етім қызып шыға келеді. Екі шегім солқылдап, басым ауырып жатып қалам. Бұндай кезде дүниенің бәрінен безер болам. Нәр татып алмаймын. Айғай шуды жақтырмаймын. Тек өлі тыныштықты қалаймын. Басымды таңып алып жатқанды білем. Жұрт енді мені бұның басының сақинасы бар дейтін болды. Күнде түсте тамақтануға Текестің суынан өтіп Орта Қазанға келетінбіз. Орта Қазан маса аз, дөңес жерге тігілген оқшау киіз үй. Мұхаммедтің қант дейтін әйелі тамақ жасайды. Таң атқанда шай, кеште шай, түсте кейде шай, кейде талқан көже. Оқта текте өлген малдың еті келіп қалады. Тартқыласаң, түс өтпейтін көк жасық шандыр. Бір күні әдеттегіше кешкі тамаққа шықтық. Атты жаяулатып келе жатырмыз. Текестің арғы бетіндегі Орта Қазанға тамақтануға келеміз. Мәссаған безгелдек. Тоғайдың ішін қаптаған су басып кеткен. Көктен түскен су емес әрине. Шілденің нағыз ыстық кезінде тау басындағы қар ағыл-тегіл ериді де Текеске құяды. Әншейінде моп-момақан болып жататын Текес өстіп шарасынан асып тасиды. Бүгін күн ерекше ыстық болған еді. Соған орай Текестің тасуы да сойқан екен. Судың түсі қызыл күңгірттеніп кеткен. Тоғай ішіндегі су мұнша болғанда
Текестің өз арнасынан дәл қазір көлік өтіп болмайды. Атты да адамды да жаңқа құрлы көрмей ағызып әкетеді. Шөпшілер орта қазанға қалай барарын білмей қаңтарылып тұрмыз. Не істеу керек? Көпір төмен, Үштөбенің тұсында, көпір айналып баруға тым алыс. Маяшы 4 адам, шөмеле тасушы 5 әйел және бар. Бәріміз 10 шақтымыз. Сен барып тамақ әкел. Судан өте аласың ба, деді Жылқыбай маған. Мен өте аламын, дедім. Қалай өтесің? Жүзіп өтем. Жұрт жамырап кетті. Қой, сумен ойнама, ағып өлесің, дейді біреулер. Біреулер өлгің келсе бара ғой, дейді. Үшіншілер, бұл өлмейді. Текестің суы арық емес пе? Бердібек балық емес пе деп бекер айтылды деймісің? Барасың, дейді. Мен баратын болдым. Тоғайдағы судың біраз жеріне дейін атпен кешіп келемін. Әрмен қарай терең, жұмыстан қашып жүрген арық атқа сену қиын. Атты сол арада қалдырмақ болдым. Бар киімімді шешіп, ердің үстіне байладым. Енді міне, тыр жалаңашпын. Труси менде жоқты. Шалбармен жүзе алмайсың. Тоғай ішіндегі судың өзі көкірегімнен келеді. Монтиып жататын текес көк долы дарияға айналған. Жүрек сынып біраз қарап тұрдым да қойып кеттім. Құлаштап жүзіп келем. Өзіме өзім сенем. Ағын күндегіден қатты. Маған ырық бергісі келмейді. Жағаға да жеттім. Міне, қолым ілінді. Тыр жалаңаш болып жағада тұрмын. Мен шөпшілерге тамақ алып бармайтын болып шештім. Үштөбеге тартып отырдым. Таң атқанша үйге жетуім керек. Ар жағынан 100 метрдей жерде менің үйім көрініп тұр. Үйге қарай жүгіріп келем. Кім болса ол болсын, дедім де үйге тез кіріп, қолыма іліккен киіммен денемді бүркеп қаламын, дедім. Есік жабулы, тым-тырыс еді. Үйге жақындап қалғанда кенет үйдің есігі жалбаң етіп ашылды да үйден Көпекбай мен жеңгем тырқылдап шыға келді. Тыр жалаңаш жүгіріп келе жатқан мені көрді де жеңгем шайтан көргендей баж жетіп шыңғырып жіберді. Менде бөгеліп түсіндіруге уақыт жоқ. Көпекбайды көргенде ашу ыза қысып жердегі кесекті алдым да басына лақтырып жібердім. Ай, иттің баласы, деді де жерге сылқ ете қалды. Жеңгем, ойбай, байғұсты өлтірдің ғой, енді не істейміз, деп жылап жіберді. Ол өлмейді деп ашуға міндім де үйге кіріп кеттім. Сол екен. Көпекбай біздің үйге ат ізін салмайтын болды. Жақсылап тәзірін бердім бәлем. Мен енді ағам келгенше жеңгеме күзет болып отырмын. Канал ұнаса лайк басып, коммент жазып отырыңыздар.